Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен 2-ші тоқсанның 1-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам және табиғат. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін бойынша көтерілген мәселені түсінеміз, өз ойымызды айтып үйренеміз. Екіншіден, амоним дегеннің не екенін білеміз, оны ажыратып үйренеміз және де мысалдар құрастырамыз. Балалар, мұқият болыңдар. Мен сендерге Қымбат Сіләмбековтың Массагет сайтында жарияланған табиғат және адам тақырыбындағы мәтінін ұсынамын. Тыңдаңыздар. Табиғат адамзат өмірі сүріп жатқан орта, ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Мөвесі бардың әуесі бар дейді халқымыз. Табиғатқа өз үйіндей қарап, оны аялаған адамның да қоршаған аясы әдемі болмақ. Үйің мен бау-бақшаңа қарай қарағаның сынды тұтас табиғатқа да сондай жанашырлықпен қараған жөн. Адамның тағдыры табиғатқа байланған. Табиғат болмаса адам өмір сүре алмақ емес. Таза ауасы мен шипалы суы, ну орманы мен асқар тауы жоқ мекеннің қадірі де аз. Ағашы оталып, суы тартылған табиғаттың адамзат үшін берері де жоқ. Ал берері жоқ табиғатта адам қалай тіршілік кешпек? Судың да сұрауы бар емес пе? Қоршаған ортасы лас, суы лаң, ағашы улы табиғаттың адамға да зияны көп екені айтпаса да белгілі. Сондықтан табиғатта аялау, оған қамқорлық таныту, жер бетінде кез келген жұмыр басты пенденің парызы мен борышы болу керек. Халқымыз топыраққа шыққан жасыл шөптің өзін жұлуға тыйым салған. Өйткені шөп таудың көркі, малдың жемі. Оны жұлу өзіңнің тамырыңа балта шабумен бірдей. Табиғат адамзаттың анасы. Дүниеге есігін ашқан сәбиге бар ризығы мен несібесін тосатын анасында табиғат та буыны қатаймаған адам баласына бар болмысын беріп, береке сыйлайды. Ырысымен бөлседі. Бала шақтан өтіп жеткен шақта анамызға қалай қамқорлық қылғанымыз сынды, табиғат анаға да солай қамқорлық қылуымыз қажет. Бұлақтың сылдыры мен таудың жаңғырығын, қамыстың сыбдыры мен қайыңның күбірін естіген жан еріксіз тебіренеді, тыныштық табады. Асқар тауға шығып та, сар жазыққа көз жүгіртіп те тыныштық табасыз. Табиғатты аялаған сайын адамның да жаны аяулы болады. Демек, жанға шипа, көңілге медеу табар ортамызды неге сақтауға, аялауға тырыспасқа? Балалар, осы оқылған мәтін бойынша мынандай тапсырманы орындаймыз. Табиғат дегеніміз не екен? Адам мен табиғатты неге бір-бірімен тығыз байланысты дейміз? Табиғатты қорғау дегенді қалай түсінесіңдер? Табиғатты қалай қорғар едіңіздер? Келесі әдеби тілдік норма бойынша оқу мақсатымыз амоним туралы болатын. Балалар, амоним дегеніміз дыбысталуы бірдей, бірақ мағынасы басқа сөздерді амоним деп атайды екенбіз. Мысалы, ат деген сөзді алайық. Менің үйімде атым бар. Бұл жерде үй жануарын білдіріп тұр. Менің атым Ажар. Бұл жерде есімін Ажар екенін айтып тұр. Үшіншіден, бұзық бала торғайды таспен атты. Бұл жерде баланың жаман әрекетін білдіріп тұр. Балалар, амонимдер әр түрлі мағынаға ие болып тұр, бірақ бірдей дыбысталып тұр. Сендер ажырата алады деген ойдамын. Осыған сәйкес, мынадай тапсырма орындайық. Берілген сөздерді пайдаланып, амоним болатындай бірнеше сөйлем құрастырайық. Мысалы, 7 тақсан. 2. Патшалар өзара таққа таласты. 3. Осы гүлден жасалған алқаны мойныңа тақ. Балалар, қазір білесіңдер, біз балдық жүйеге көштік. Егер 8 бен 10 балары алағында алғыларың келсе, онда жаңағы тыңдалған мәтін бойынша толық өз ойларыңды айтыңдар. Амонимге әртүрлі мысалдар келтіріңдер. Ал 7 және 5 бала алғыларың келсе,
Тыңдалған мәтіннен түсінік айтып, омоним сөздерге бір ғана мысал келтіріңдер. Ал егер 5 пен 3 аралығындағы балды алғыларың келсе, тыңдалған мәтін бойынша өз ойларыңды айтыңдар. Балалар, тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Орындалып болған тапсырманы жеке чатқа жіберіңдер. Сау болыңдар.